сәлеметсіздерме, оныншы сынып оқушылары. Биология пәнінен бірінші тоқсан бойынша жиынтық бағалауға арналған тапсырмаларды орындаймыз. Тапсырманы бастамас бұрын біздің арнаға жазылып, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Егер осы видеоны сіздерге көмегі тиіп жатса, достарыңызбен бөлісуді де ұмытпаңыздар. Бұл біз үшін өте маңызды. Бірінші сұрақ. Лактоза сүт құрамында кездесетін тотықсыздандырғыш қант, глюкоза мен галактоза молекулаларынан тұратын дисахарид. Бірінші суретте лактоза берілген. Осы бірінші суреттегі екі моносахарид арасындағы эксполянсты анықтаңыз дейді. 4 жауап беріліпті. Осы жерден дұрыс жауапты белгілеуіміз қажет. Яғни лактоза бұл моносахаридке жатады. Бұл жерде бізде альфа, яғни глюкозидтік байланыс болады. Екінші, төменде берілген тұжырымдардың қайсысы қатты майлардың денсаулыққа кері әсер ету себебін түсіндіре алады дейді. Бізде бірінші жауабы дұрыс болады. Қатты майлар басқа липидтерге қарағанда қан тамырларында ұзақ сақталады. Үшінші сұрақ. Бұл жерде суретке байланысты. Екінші суретті пайдалана отырып, химиялық реакцияға қатысатын заттардың А, В пайда болатын өнім С, күрделі заттың түзілуі Е және ыдырауын F сипаттайтын реакция түрлерін және күрделі заттардың арасындағы Д химиялық байланысты анықтаңыз дейді. Бұл жерде екінші суретте А заты, В заты, С өнім, Д химиялық байланыс, Е түзілу реакциясы, F ыдырау реакциясы. Бұл жерде дұрыс жауабы соңғы Д жауабы дұрыс, яғни азат амин қышқылы, В заты амин қышқылы, С өнім май, химиялық байланыс бұл бізде пептидтік байланыс, түзілу реакциясы конденсация, ыдырау реакциясы гидролиз. Яғни бізде В варианты дұрыс. ДНК тізбегімен көшіріліп алынған ақпараттық РНК тізбегін дұрыс құрастырыңыз дейді. Бізде матрицалық тізбек берілген. Осылардың транскрипцияға ыдырауы. Яғни ДНК түзілімі. ДНК мен РНК-да бір ерекшелік бар. Бұл бізде цитозин, урацил болып ауысады. Сондықтан бізде болады С жауабы дұрыс болады. Ақпараттық РНК және 5. С жауабы дұрыс болады. Бесінші сұрақ. Жасуша мембранасының Сингери және Николсон ұсынған сұйық мозаикалы моделін сипаттайтын тұжырымды анықтаңыз. Бірінші жауабы дұрыс. Фосфолипидтер мен глобулярлы нервуздардан құралған екі қабатты мембрана дұрыс жауап болады. Келесі сұрақ. Белгісіз ДНК құрамын талдау барысында ДНК құрамында 1089 гуанин нуклеотиді бар екені анықталған және ол ДНК-ның 36%-ын құраған. Берілген мәліметті пайдалана отырып, ДНК құрылымының ерекшеліктерін сипаттау үшін келесі есептеулер жүргізіңіз дейді. Тимин, цитозин, аденин. Аденинге тимин, гуанинге цитозин. Яғни бізде гуанин 1089, 36%, цитозин 36%, аденин 390, 14%, тимин 390, 14%. Жауап осы. Келесі бізде соңғы сұрақ. Суретте берілген прокариот және эукариот жасушалар бейнеленген дейді.
прокорют және көру жасушалар анықтаңыз дейді. Бұл бізде өсімдік, жануар, саңырауқұлақ және бактерия. Өсімдіктерге 4-ші, 11, 20. Жануарларға 1, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 5, 21 жатады. Саңырауқұлақтарға 2, 6, 10, 18. Бактериялар бізде 9, 13, 16, 17, 19. Прокариоттарға бұл бізде өсімдіктер мен саңырауқұлақтар, эукариоттарға жануарлар мен бактериялар жатады. Достар, біздің осымен 10-ші сыныптың биология пәнінен 1-ші тоқсанға арналған тәжірибе тапсырмалары аяқталды. Сабақтарыңызға сәттілік, сау болыңыздар.